1 миллион қазақстандықтың табысы өседі. Бұл туралы Экспресс-ка жазды. Кеше президент Ақордада премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжановты қабылдады. Ералы мырза 1 миллион мемлекеттік қызметкердің жалақысы өсетінін айтты. Бірақ нақты қашан, қай күні екені әлі белгісіз. Халықтың әлеуметтік осал тобына бар жағдайды жасап отырмыз, деді Ералы Тоғжанов. Бақытты отбасы жобасы аясында көп балалы және денсаулығында ақауы бар балаларды тәрбиелеп отырған 20 мың әйел жұмыспен қамтылыпты. Жастар жұмысқа кірерде аға көкесін мазаламасы үшін жастар тәжірибесі алғашқы жұмыс орны сынды жобалар өз нәтижесін беріп жатыр екен. Қой, бұлай жата беруге болмайды, бір нәрсе істеу керек. Дегендерге де мемлекет тарапынан 1 миллион 200 мың теңге қайтарымсыз гранттар үлестіріліп жатыр. Биотехнология, IT технология, мұнай химия өндіріс бағытын дамытып, инвестициялық жобаларды жақсылап жүзеге асырамыз деп президентке сөз берді премьер-министрдің орынбасары. Мемлекет басшысы айтты, халықтың тұрмысын арттыру басты міндет.